Түркістан қаласының әкімшілігіне қарасты жер қатынастары бөлімінде мемлекеттік жер актісін заңдастыруда 3 жылға жуық уақытын жұмсаған Түркістан қаласының тұрғыны ақжаулықты анамыз Назира Нұрлыбаева редакциямызға шындық іздеп келді. Мен Нұрлыбаева Назира, осы Түркістан қаласына тұрғынымын. Осы Қызылорда трассы Қарашықтан Баянауылдан жер алған, осыдан 7-8 жыл бұрын. Соның документімен мен әлі сандалып жүрмін. Қаулыны барып алдым, қаулыны маған аренда деп шығарып берді. Бірақ мен документ турлаған кезде үйді тұрып, мен сол үйде тұрып атқам, ішіне кіріп, сол документте мен үйдің суретін бәрін апарып көрсетіп өткізген кезімде бұлар маған жер аренда деп шығарып берді. Енді мақұл, ол арендасында турлап өткіздім, сол бойынша да турлап, сол кезде Нариман деген кісі айтты, сол жердің бастығымын деді. Сол айтты, осымен турлап келіңіз, содан кейінгі жағын мен яғни өзі тездетіп қатыртып берем деді. Ал мен бұны доверенностьпен 3 жылға алғам, уже мен осы таңдалып жүргенде мен сол доверенностьтің уақытысында бітіп қалатын болып жатыр да. Ал мен кеше енді бұны да турлап қосақтымда аренда деп берді, енді соны алдарына жекеге шығаруға дейін документті турлап жеткізіп әкелген кезімде ендігі аптамен кел мені әптен сандалтып жатыр да. Білмеймін, бұлар бір нәрсе дәметіп отыр ма. Ал мен көріп жатырмын, талай барып жүрмін. Маған бір барғанымда айтты, ой, сіздер биылғы жылдың бәрі осы арендаға болып шығып жатыр, қағаздың бәрі деді. Ал бірақ алатындар жекеге алып шығып кетіп жатыр. Значит, олардың ақшалады да бұлар. Менің беретін ақшам жоқ, сол үшін мен өстіп кешіктіріп жүр ау деп ойлаймын. Ал жаңағы Әзімхан ба или сол кісіге барсам, ол кісі менің өзіме айқай шығарып салды. Кім аты жөні? Ол кісінің ба? Әзімхан болу керек. Сол кісі очки киеді, отырды, сол Алмас деген документ турлайтын жанында отырды да, столда. Оған барған кезімде ол өзіме айқай шығарды. Сіз өзіңізден, сіздің даже документіңіз дұрыс емес, ол заңсыз берілген дейді. Заңсыз берілсе, сол жерде, сол аймақта отырғандардың бәрі ақымақ адамдар емес шығар, заңсыз жерге үй салатындай. Мен осыны шығаруды талап етем енді. Мысалға, кешегі жолым барғанда маған айтты, әкім Дубайға кетті дейді. Сонда бар халықты сандалтып қой, бұл Дубайда қыдырып жүре бере ма? Және де олардың орындаушысы қайда? Әкім болмаса басқаға адамдар жұмыс істемей ма бұлардың? Осы жөнінде келіп отырмын мен қаншама жақын жерде емес, анау қаланың сыртынан ішке әр апта сайын сандалып келе беру, қанша ақшам кетіп жатыр мысалға менің де. Үйдің ішіне қазір кіріп отырмын. 2018-де эскиз проектісі бар мені. Бұны кім жасады? Бұны Нарадағы музейдегі 9 сектор деген бар ғой, сонда бір сол архитектура ма жасаған? Иә, сол жердегі кісілер жасап берді. Ашып көрсетіңізші. Міне. Былай көрсетейін да. Міне. Міне. Қойған үйіңізге уақытша деп. Ал соны айтсам, сіздікі дұрыс емес дейді, маған айтады. Біздікінің бәрі заңды дейді. Ол заңды, мысалға, бос жатқан жер ғана 3 жылға арендаға берілу керек қой заң бойынша. Ал документте заң бойынша бір асып кеткенде бір 2 айда толық біту керек. Менің жүргеніме қазір 1,5 жылдан асып баратыр. Осы документпен жүргеніме. Ал жаңа Нариман деген кісіге барсам, даже қабылдауына кіргізгенде жоқ. Секретаршысына мен кірейін, мынаны өзінің жазып берген қағазын беріп жесем, қаратты да жаңа кім еді жаңағы айтып отырған Әзімхан ба, соған барсын, сол бітіреді деп, соған сілтеп жерді. Бұлар отырып алады да бір-біріне сілтеп отыра береді, халықты сандалтып.
Сіз енді сұрайтыныңыз? Менің сұрайтыным осы документімді ертерек жекеге шығарып берсін менікін. Мысалға енді мақұл аренда деп мен сандалды ғой, бітірдім ғой, арендасының бәрін бітіріп турлап әкеп тұрмын. Енді соны жекеге шығаруға содан бері бір айда әлі жүрмін ғой сандалып. Ой, әкелсеңіз, осыны әкелсеңіз тез бітеді деген. Ал мен осының кесірінен даже светке де не турлай алмайтын, пропискаге де тұра алмай отырмын жерге. Светке де мысалға неше адамға төлейтінін мен бір адамға артық ақшамен төлеп отырмын да. Мен қанша маған шығын келтіріп отыр ғой бұлар. Әкесең кім көрінгенді қабылдайтын немеспін деп әңгіме айтты да, кім көрінгенді қабылдайтын деп. Ол халықты қабылдамаса неғып отыр, халық сонда кім көрінген болып тұр ғой оған. Мен бір келгенде сөйтіп қайтарды, кім көрінгенді қабылдайтын, мен немесін, менің белгілеп қойған уақытым бар деді. Кәне енді мынада да уақыты жазылған. Назира апайдың айтуынша мемлекеттік жер актісін алуда қиналып жүрген қанша халықты көргенін айтады. Құжаты біткенімен қатар қала әкімінен жер қатынастары бөлімінің қызметкерлерін ауыстыруды да сұрап отыр апайымыз. Себебі мемлекеттік жер актісін алуда Түркістан қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің жаңадан келген басшысы Нариман Қасымбеков халықпен өте дөрекі сөйлессе, Әзімхан есімді қызметкері де құжат арқалап қажыған халықтың жүйкесіне тиіп сөйледі дейді. Шындық бізден, ақиқатын халық еншісіне қалдырдық.